Müslim лицейінде 9 май бүйік жеңу бейрем алдынан оқушылар жеңу диктанты язды. Бұл диктант бүйік ватан соғышы тарихын үйренуге желіп ете. Әлігі акцияның мақсаты тарих бойынша білімдерін арттыру, ешлерді патриотизмні тәрбиелеу. Әлігі акция бізде ел сайын өткерілі. Бұл енді ол мақсус район өзегінде орнашқан мәктеплерінің 11 сыйныф оқушыларына уздырыла. Анда енді мектеп программасы ғана түгел, кинолардан, недедір әсерлерден сұрауларда болырға мүмкін. 27 апрельда жеңу диктанты акциясында 20 оқушы қатнашты. 11 сыйныф оқушылары бүйік ватан соғышы вақиғалары темасына бейлі сұрауларға жауап язды. Тест формасындағы берімлерін ішлеу үшін оқушыларға 45 минут вақыт берілді. Диктант алдынан узан конференцияда сұраулар ауыр болашақ деп әйттілер бізге. Шуңа көре бұл шарада мен бек бұлқынланам, ләкин әркім өзінің тарихын білерге тиіш. Біз бұл диктантқа алдан әзірлене башлады. Оқытушылар білен бүйік ватан соғышына бағышланған түрлі фильмлер қарадық. Бізге. Жеңу диктантын онлайн язырға да мүмкінлік бар еді. Андай форматта қатнашушыларға сертификат шунда оқ шығарылды. Мейданшықта диктант язушылар нәтижелерін diktantpobeda.rf сайтында шәхси кабинеттан біле алашақ. Рамиля Сәлемова, Динар Нұруддинов, Мүслим телевидениесі.